Достар, арнамыздың 75% көрермені жазылмай қарайды. Арнаға жазылып, лайк пен комментарий қалдыруды ұмытпа. Бұл мені шабыттандырып, келесі видеоны шығаруыма себеп болады. Ли Чунже 1963 жылы 31 қаңтарда Кореяның Хвасон қаласында дүниеге келген. Өмірінің бір сәтінде оның әпкесі суға батып кетіп, оның өлімі оған қатты әсер етті. Ол өзінің үлкен ағасы тарапынан жыныстық зорлық-зомбылыққа ұшыраған. Бұл оның адам өлтірудегі жыныстық сипатына келген болуы мүмкін. Дегенмен, бұл іс жүзінде болғанын растайтын ешқандай дәлел жоқ. 1983 жылы ақпанда орта мектепті бітіргеннен кейін әскерге барып, танк жүргізушісі болды. 1986 жылы 23 қаңтарда әскерден босатылды. Содан кейін ол электр бөлшектерін шығаратын компанияда жұмыс істеді. 1990 жылы ол Юнсандағы құрылыс компаниясында жұмысын бастады. Онда лицензиясыз кран жүргізушісі болды. Одан кейінгі жылдары ол Чончонбук, Чонгвон қалаларындағы агрегаттық компанияларда кран машинисі болды. 1992 жылдың сәуірінде Ли бухгалтер әйелге үйленеді. Лидің ойы әйелдер мен қыздарды өлтіруді шешті. Оның расталған 15 өлтіруінің ішінде ең атақтысы Хвасондағы сериал кісі өлтірулері болды. Онда 14 жастан 71 жас аралығындағы 10 әйелді аузын байлап, зорлап, содан кейін өз киімдерімен тұншықтырып өлтірген. Бұл оқиға Оңтүстік Кореяда өте танымал болды. Өйткені ол ерекше әдісі бар бірінші сериялық маньяк болды. Полиция 2 миллион адамдан 21280 адамды күдікті ретінде қарады. Бірнеше куәгерлер өлтірушінің қандай болғанын сипаттады. 1989 жыл 26 қыркүйекте Ли қарумен қаруланып Кванджу қаласындағы үйге басып кірді. Үй иесі оны байқап қалған соң қамауға алынды. 1990 жыл ақпанда қарақшылық пен зорлық-зомбылық жасаған үшін 1 жыл 6 айға бас бостандығынан айырылды. Ли алғашқы сот отырысынан кейін апелляциялық шағым түсіріп, оған белгісіз жас жігіт шабуыл жасап, қуып бара жатқанда жәбірленушінің үйіне кіріп кеткенін айтып ақталды. Екінші сот оның жазасын шартты түрде 2 жылға ауыстырды. 1993 жылдың желтоқсанында Лидің әйелі оны тастап кетті. 1994 жылы 13 қаңтарда қайын әпкесін шақырып алып, оған есірткі берген. Содан кейін ол оны зорлап өлтірген. Ол кісі өлтірген деген күдіктерді азайту үшін оның денесін жасырып, қайнатасына барып, оны іздеуге көмектесуді ұсынды. Екеуі де оны ұрланған болуы мүмкін деп полицияға хабарлайды. Оның денесі 2 күннен кейін құрылыс дүкенінің гаражынан көк брезентпен оралған күйде табылды. Оның басында полиэтилен пакеті және джинс шалбары бар. Қолдары жыртық, іш киіммен байланған. Ал қалған бөлігі шұлықтар мен сөмкелер сияқты көптеген заттармен жабылған болып шықты. Полиция Лиді 18 қаңтарда қамауға алды. Оны өлтірді деген күдік туындады. Ол қайын әпкесінің өліміне қатысы жоқ екенін айтып, полицияның қатыгездігінен өтірік айтты деп, сот оның мойындауын жоққа шығарады. Алайда ол мамыр айында сотталып, өлім жазасына кесіледі. 1995 жылы жоғарғы сот істі қарап, оның жазасын 20 жылдан кейін шартты түрде мерзімінен бұрын босату мүмкіндігімен өмір бойына бас бостандығынан айыруға үкім шығарады. 2019 жылдың 18 қыркүйегінде Лидің Хвасондағы сериал кісі өлтірулерге күдікті ретінде анықталғаны жарияланды. Оның құрбандарының бірінің іш киіміндегі ДНК оған сәйкес келді және кейінгі дәлелдемелер оны 10 әйелдің өлімінің 4-еуімен байланыстырды. Ол бастапқыда жауапкершіліктен бас тартты, бірақ 2 қазанда билік оның 15 құрбанды, соның ішінде бұрын ашылмаған 10 адамды өлтіргенін мойындағанын айтты. Ол айтқан, қалған 5 кісі өлтірудің 3-і Хвасонда, қалған 2-і Чонджу қаласында орын алған еді. Сонымен қатар Ли 30-дан астам зорлау мен зорлауға әрекет жасағанын мойындады. 15 қарашада билік Хвасондағы өлімдерге Лидің жауапты екенін анықтаған хабарлады. Дегенмен, ескіру мерзімі өтіп кеткендіктен оған айып тағылмады. 2020 жылдың 2 шілдесінде Лидің 5 байланысты емес кісі өлтірудің 4-еуін және кем дегенде 9 зорлауды жасағаны расталды. 33 жыл бұрынғы қылмыстық іс ақыры жабылды. Куәгерлер жоқтың қасы болғандықтан Ли әртүрлі типтегі қара киім киген және капюшон қара бейсбол қалпақ киген. Мүмкін бетін жасыру үшін шаңғы маскасын киген деп есептеледі. Оның әдеттегі шабуыл үлгісі әйелдер мен қыздарды нысанаға алу. Олар оңаша жерлерде жалғыз жүргенде соққы беру. Содан кейін тұншықтыру арқылы оларды зорлау және өлтіру болған. Кісі өлтіруші кедей әлеуметтік экономикалық жағдайдан шыққан және зорлық-зомбылыққа ұшыраған болуы мүмкін.
Ол ашуын шығаратын жол ретінде ұсақ жануарларды азаптаумен көп уақыт өткізетін болған. Оның іс-әрекеттерінің қатыгездігі өлтірушінің психопат болуы мүмкін екенін көрсетеді. Ол 3 айдың ішінде 4 құрбанды өлтірген сериялық өлтіруші болған. Құрбандарын қорқыту үшін пышақ, мылтық немесе сойыл қолданған. Кісі өлтіруші нарциссист болған. Ол назар аударуды қалайтын және полицияны мазақ ету арқылы өзін елге танытуға тырысты.